Бүгінгі өтетін тақырыбымыз present simple, present continuous. Present simple осы уақытта болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Оны present indefinite деп те атайды. Present simpleде сөйлем құрастыру үшін біз етістіктің бірінші формасын қолданамыз. Play, drink, learn, yeah? Етістік бірінші формада тұр. Бұл форма осы есімдіктермен бірге қолданылады. I, we, you, they, yeah? Мысалы, I go to school every day. Go деген етістік бірінші формасында тұр. Ал he, she, it есімдіктермен етістікке жалғауы қосылады. Мысалы, I, you, we, they есімдіктермен I play tennis деп тұр, иә? Етістік бірінші формасында тұр. Ал he, she, it пен he plays tennis дегенде етістікке s жалғауы жалғанып тұр, иә? Plays деп тұр. Және де present simple habits or routines. Әдет, дағды немесе қалыптасқан істер, күнде қайталанатын істерде болады екен. I always walk to school. Мен күнде мектепке барарда жаяу барамын деп тұр. Ол қалыптасқан іс, күнде қайталанады. Күнде мектепке барасың, және де күнде жаяу барамын деген сияқты жазылып тұр. I listen to music every night. Мен әр күні музыканы түнде тыңдаймын деп тұр, әр түні. Ол қалыптасқан жағдай. Және де timetables and programs. Кесте бойынша бағдарлама, мысалы, автобус, пойыздың уақыттар немесе сабақ кестесін айтатын болсақ, иә? Мысалы, the lesson starts at 9 o'clock. Сабақ сағат 9-да басталады деп тұр. Present simple осы сөздермен кездеседі. Every day, week, month, year, once, twice a week, usually, often. Every day де күнде, әр апта, әр ай сайын, әр жыл сайын, аптасына 2 рет, жиі, әдетте деген сөздермен қолданылады екен. Ал present continuous дәл осы уақытта орындалып жатқан оқиғаларға немесе сөйлесіп тұрған кездегі уақытқа қатысты айтылады. Во время разговора деп айтамыз, иә? Present continuous сөйлем құрастыру үшін бізге to be етістігі I am, you are, we are деген to be етістікті айтады, иә? Сонымен қатар етістікке қосатын ing жалғау керек. Мысалы, the population is growing, we are watching TV now, we are studying hard these days. The population is growing деген кезде is all to be етістігі, ал келесі growing деген етістікке ing жалғауы қосылып тұр. Сондықтан біз оны present continuous екенін білеміз. We are watching TV now. Біз қазір теледидарды көріп жатырмыз деп, иә? Дәл осы уақытта болып жатқан нәрсені айтып тұр. Сондықтан we are to be етістігі қолданылады, және де watching деген етістікке ing жалғауы жалғанып тұр. Объектінің әрекетін емес, күйін сипаттайтын, сезімді білдіретін етістіктерде continuous формасы жоқ. Мысалы, ол сөздерге feel, сезіну, sound, есту, тыңдау, look, қарау, believe, сену, like, ұнату. Мысалы, I want to become a doctor. Мұнда етістік өзінің бірінші шағында тұр, яғни оған ing жалғау, ешқандай жалғау қосылып тұрған жоқ. Present continuous осы сөздермен кездеседі. Now, қазір, at present, дәл қазір, these days, осы күндері, for the time being, today, at the moment. Осы сөздермен present continuous кездеседі екен.